яғни қажылыққа барып, сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, атадруна манил муфлис, сендер муфлис кім екенін білесіңдер ма дейді. Пайғамбар, яғни муфлис деген сөз банкротқа отырған адам, банкротқа ұшыраған, қолындағы барынан ажырап қалған. Сонда сахабалар айтады, иә білеміз, дирхамынан, динарынан айырылған адам. Жоқ дейді, муфлис дегеніміз қиямет күні келеді дейді, намаз оқыған, ораза ұстаған, қажылыққа барған, бірақ шатама хада, дараба хада, қадафа хада, көрдіңіз ба, біреуге тілімен зиян тиген, біреуге жала жапқан, біреуге қолымен зиян тиген. Тілімен деген не? Қажылыққа барып сен өсек, өтірік, ғайбат айтып отырсаң, сенің қажылығыңның сауабын алар жеп қояды. Муфлис сол. Қиямет күні келеді, бірақ сауаптарының барынан ажырап қалады. Не үшін? Өйткені ол жерде қажылық кезінде немесе одан кейін, қажылықтан кейін тапқан сауабынан ажырайды. Не, қалай ажырайды? Шатамада, біреуге тілімен зиян береді. Дарабада, біреуге қолымен зиян береді. Қадафада, біреуге жала жабады. Көрдіңіз ба? Ғайбат айтады, өсек тасиды. Өте ауыр нәрселер, адамның хақысы. Сондықтан қажылыққа дұрыс, періште емес ешкім, періште емес. Бірақ біз барынша өзімізді тәрбиелеуге әрекет етуіміз керек. Қажылыққа барған кезде адам түсінді, көрді, кейбір уағыз насихаттарында, соны енді практикада жүзеге асыруға тырысу керек. Демек, қысқаша айтқан кезде баратын адам рухани, психологиялық дайын болу керек. Яғни ниеті дұрыс болу керек. Шариғатқа сай амал еткен болу керек. Жаңағыдай мұстахаб нәрсені парыз қылып, парызды сүннет қылып орнына ауыстырмау керек. Соны түсіну керек. Және рухани тәрбиелену маңызды. Өйткені біз 5 уақыт намазда хайя алал фалах дейміз ғой. Құтылу асығыңдар дейміз. Сол қады афлаха мен тазакка, рухани тазаланған адам құтылады дейді Құранда. Демек, қажылық сені рухани тазалайтын жер.